Сәлем достар! Изи қазақша жобасының 9-шы сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта телефонмен сөйлесу барысында қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін үйренетін боламыз. Қалай амандасу керек? Өзіңізді қалай таныстырасыз? Сөйлеу мәдениетін қалай сақтауға болады? Осының барлығын бүгінгі сабақта бірге талқылаймыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Телефонмен сөйлесу кезінде жиі кездесетін сөз тіркестері. Сәлеметсіз бе? Мен арайлымын. Қазір сөйлесуге ыңғайлы ма? Рахмет, кейін хабарласамын. Қашан сөйлесуге ыңғайлы болар екен? Кешіріңіз, сізді ести алмай тұрмын. Кейін хабарласамын. Кешіріңіз, қате нөмір теріппін. Ендігі кезекті телефонмен сөйлесу кезінде қолдануға арналған грамматикалық лайфхактар топтамасына береміз. Бірінші лайфхак. Әңгіме басталғанда міндетті түрде амандасып, өз есіміңізді айтыңыз. Өзіңіздің есіміңізден кейін мың немесе мін жалғауын жалғайсыз. Мысалы, мен арайлымын, мен айданамын, мен әлішермін. Бұл сіздің сөйлеу мәдениетіңізді және сыпайылығыңызды көрсетеді. Екінші лайфхак. Хабарласып тұрған адамыңыздың бос немесе бос еместігін сыпайы түрде білу үшін мына сөздерді қолданасыз. Қазір сөйлесуге ыңғайлы ма? Немесе қазір сөйлесе аласыз ба? Уақытыңыз бар ма? Мұндай сұрақтар әңгімені жылы түрде бастауға көмектеседі. Үшінші лайфхак. Егер әңгімелесуші бос болмаса, немесе өзі кейін хабарласамын десе, сіз былай жауап бере аласыз. Рахмет, кейін хабарласамын. Қашан сөйлескен ыңғайлы болады? Уақытыңыз болса, өзіңіз хабарласа аласыз ба? Бұл әдепті, мәдениетті қарым-қатынас үлгісі. Біз бүгін телефонмен сөйлесу кезінде қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін үйрендік және олардың жасалу жолдарына тоқталдық. Бүгінгі сабақты достарыңызбен бөлісіңіз, пікір қалдырып, каналға жазылыңыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.